Үй жағдайында балалықтың бал дәмі болған осылай печеньелер мен мороженое жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Видеом қызық болса соңына дейін қараңыз және жоғалтылмас үшін каналыма подписаться жасап қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыз. Алдымен ыдысымызға випак кілегейін құйып, сливки қолдансаңыздар да болады, не болмаса мен сияқты випак кілегейін қолдансаңыздар да болады. Сонымен осылайша көбікті масса болғанша жақсылап випак кілегейімізді миксерлеп аламыз. Оның үстіне 20% қаймағымызды салып және оның үстінен сахарный пудрамызды салып жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Бір келкі масса болып өз формасын ұстағанша бірінші төменгі жылдамдықпен, сосын жаймеңдеп жоғары жылдамдықпен араластырып, дәл осындай формасын сақтағанша миксерлеп алатын боламыз. Дайын болған кремімізді осылайша шетке алып қоятын боламыз. Листімізге пергамент қағазымызды төсеп, кез келген печенье, не болмаса мен сияқты осындай магазиннен алып келіп, осындай печеньелердің барлығын шетінен реттеп алатын боламыз. Барлығын жинақтап алғаннан кейін үстінен жаңағы дайындап алған кілегейден жасалған кремімізді осылайша арасына жағып алатын боламыз. Сонымен барлығын бір тегіс жағып алғаннан кейін қалған печеньемізді осылай үстінен теріп алатын боламыз. Содан кейін морозильникке 12 сағатқа қалдыратын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Балаларыма өте қатты ұнады. Бетін осылай пищевой пленкамен жауып, морозильникке 12 сағатқа қойып алдым. Достар, каналыма кіріп көрсеңіз болады. Каналымда өте пайдалы рецепттер көп. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бізде дәл осындай мороженое болып шығады. Балаларым тауысып, түгін қалдырмай жеп қойды. Міндетті түрде сіздер де бір рет жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Рецептім сіздерге ұнаған болса, жоғалтылмас үшін каналыма міндетті түрде подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.